Бал бөбекке тіркеліңдер. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңдар. Ертегі жылы киіз үйдегі асханадан басталады. Бала жаңа піскен бауырсақты иіскеп тұрған кезде бір бауырсақ тіріліп, сөйлеп кетеді. Ол баладан өзін жемей, далаға серуендеуге алып шығуын сұрайды. Бала бауырсақты жасырын түрде сыртқа алып шығады. Екеуі кең қазақ даласына шыққанда, бауырсақ қуанып секіріп, еркін ойнай бастайды. Бірақ ол қызықтап, тым алысқа домалап кетеді. Сенен қашып кететін шығармын, деген сөздері баланың көңіліне тиеді. Бауырсақ бұны түсініп, екеуі қайтадан татуласады. Кенеттен олардың алдынан айлакер түлкі шыға келеді. Түлкі бауырсақты жеуге ниеттенеді. Бірақ бала бауырсақтың алдына тұрып, оны қорғайды. Бауырсақ та батылдық танытып, өзін тамақ емес екенін айтады. Түлкі амалсыз кері шегінеді. Екі дос киіз үйге бірге оралады. Бала мен бауырсақты көрген әже таң қалады. Бауырсақ сыпайы түрде иіліп, достықтың наннан да тәтті екенін айтады.